Аяқ киім мен сөмкенің шошқа терісінен жасалғандығын қалай анықтаймыз? Мұсылман адамға заттың қандай материалдан жасалғанын білу өте маңызды. Сонымен шошқа терісі сән өндірісінде әшекейлерді жасауда, мәселен аяқ киім, белбеу және сөмкелер, тағы басқа көптеген сәндік бұйымдарды даярлауда шошқаның терісін пайдаланады. Себебі ол арзан, ал оның арзандылығы заттың құнын да біршама түсіреді. Физикалық ерекшелігі. Шошқа терісінің ең басты белгісі бұл терінің үстінде 3 нүктелі айшықтың болуы. Жақсылап қарасаңыздар 3 нүктелі айшықтың әр түрін көре аласыздар. Бірақ оларға ортақ белгі бар. 3 нүкте бір-біріне жақын орналасқан. Микки Маус бейнесіне ұқсайды. Тағы бір белгісі тесіктері бет жағында анық көрініп тұрады. Шошқаның терісінен тесіктерді тез байқауға болады. Кейбір өнім шығарушылар барынша ол тесіктерді білдіртпеуге тырысады. Алайда мейірімді Алла тағаланың қалауымен дұрыс емес нәрсе толық жасырына алмайды. Сонымен шошқаның терісін суреттен қалай тануға болады? Өте оңай. Сіздер оны тез аңғарасыздар. Мысалы, мына ұлтарақ анық шошқа терісінен жасалған. Терінің шошқаның терісі емес екенін қалай білуге болады? Өзге жануарлардың терісі қалай болатынын естеріңізге сақтап алыңыздар. Жас сиырдың терісі үлкен бұқаның терісіне қарағанда жұмсақ әрі тегіс болады. Терінің беті бір тегіс болады. Қойдың терісінде кішкентай тесіктер байқалады, бірақ олар шошқаныкіндей 3 нүкте болып топталып тұрмайды. Бейбол терісі үлкен бұқаның терісіне ұқсайды, бірақ кішкене кедір-бұдырлы әрі сөмке жасауға ауыр. Ал бұзаудың терісі шошқа мен қойдікі секілді емес, оның тесіктері көрінбейді. Маралдың терісі жас бұзаудың терісіне ұқсас, оның да тесігі көрінбейді және кедір-бұдырсыз. Қолмен ұстап қараған кезде оны өзге терілерден тез ажыратуға болады. Түйеқұстың терісін тану оңай. Оның тесіктері қатты білінеді. Олар жол-жол болып анық көрініп тұрады. Осы жағынан ол шошқа терісіне қатты ұқсайды. Бірақ түйеқұстың терісіндегі тесіктері үшеу емес, жалғыздан тұрады. Иісті сөзбен айту жеткізу мүмкін емес. Айтарым, шошқа терісінің иісі өткір болып келеді. Бұзаудікін құшырлыға жатқызуға болады. Тауардың шошқаның терісінен жасалғанын анықтауға болатын тағы бір жол, әсіресе интернет дүкеннен бағасына қарау. Арзан аяқ киімнің ұлтарағы шошқаның терісінен жасалады, сондықтан да оның бағасы арзан болып келеді. Ең бастысы сатып алар алдында тексеріңіздер. Терінің шошқаныкі еместігіне көз жеткізіңіздер. Тіпті Gucci немесе Fendi фирмасынан да шошқаның терісінен жасалған бұйым шығуы мүмкін. Айта кету керек, Gucci'дан әйелдерге арналған сөмкелер шыққаны ашық жарияланған. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп лайк басып кетеміз.